Bizden kavrağı soruyorlar. Jigitler sizin mınça taşında юмор neydedir halakşanrak, gadi юмор deb aytırlar. Oyak astında yatkan юмор deb aytırlar. Şunap da şulay. Biz özümüzge eserlerini şol kişilerden söylegenden, kimlerdir hatlar yazar, mine şulay jıyla mezekler tuğa. Min şularını jiyip baram. Birinçesini sizge söylep көрсәтәм. Onun birinçisi Minzelede yaşaşı dostum İlnaz'dan. Ol militsiyada işli. Birinci eşimni участковый болып başladım da şu vakitte Ужынға қайтып барғанда кешкі ашқа өзіміздің подъездға келіп кіна кірдім. Самиғалла абайлар квартирынан тауыш естіледі. Утралар, суялар, утралар, суялар. Мен нәрсе болды екен деп атылып кірдім де. Қарайым Самиғалла абай газет оқып отыра, біріне тауыш жоқ. Залдан тауыш келеді. Утралар, суялар. Кірсем де хатыны Асматты қолында теге ұршық білен жіп үрлап отыра екен. Өзі ірілей, өзі ақырады. Үтірәлер, соялар! Үтірәлер, соялар! Асмат дені қышқырасың қаша болды деген, бұрылып қына қарады дейді. Илназ оғым сен екенің әлі. 40 минут қышқырам, шыннап үтірсәлер де әтті кіріші yok екен деп айтады. İkinci мәзәк, шолық Илназдан, ол қазір участковый түген, гайда шли. Бір заман бетінде шундай сөздер шықты. Якобы әзірек пиво ішіп рөлде жүріп бұлай екенде бір указ шығардылар бек. Промили деген әйбірлер, оны халық тәки аңламады. Шоу күрә мұның бір көршісі келгенде сұрай екен гайы бұлға шенде. Қарайлы, Илназ, мына мен қазір жарты стакан орақ ішіп рөлге отырсам, меңа бір нәрсе бола ма деп сұраған. Түгіз айтқан, бір нәрсе болмай, нәрсе болсын деген. Ну, қағайын мен қазір жарты стакан отырып салам да орақыны, ішем де рөлге отырып шығып кетем. Бір нәрсе болмай мені. Жоқ, болмай деген Илназ. Тіг айтады, аты барып гайларға жалыбы берге керек әлі. Кеше бет малай Гагарин пішмағынан рөлде солған келіш өтіп барадым, тұттылар деген. Илназ айтқан, тұтқаш все. Тұтқан жері тұтқаш жоқ демеген. Шокыра рөлде жүрмеңіз, Алла сақласын. Тағы бір мәзәк, мұнсы шулай гайы білен бәйленген. Достым Фәнис, алар енді жылы кіртіп жүрілер, Рафис есімні малай білен. Баралар екен Шаллыдан Мамадыш жағына машина білен. Рөлді Рафис, яшірек малай бетінде Фәнис қырыда тәмәк тартып, пиво сорып бара екен енді. Баралар қазір, Рафис әкіріңіне бара екен енді, шында Фәнис әткен. Рафис, ташмалы бұлай, давай баса ебәтләп, шап. Мен мұндағы жолдағы бүтін гайшынекні білем деп айтады. Ну, тегі малайға шыңына керек, бұл ебәтләп басқа, бір 120 білен бара екен, тегіне қуақ арасына шыққандар да, стоять, иди сюда. Документтар бұлап кеткендер тегінде. Фәнис тәмәк тартып отыра, бір заман Рафис жүгіріп келген. Қарайлы, Фәнис абай, сен бүтін милицияны білем деп айтқан, гайларын білем деп айтқан, мен әлі жайт етмәкші балалар бек көп шапқаным айдап, бамаға ердем етті екен. Фәнис айтқан, ну, конечно, мен мұнда бүтін гайларыны білем. Ну, алар мені білем екен, жоқ мекен айта алмайым деп айтты. Бұл келесі мәзәкні сөйледі менің ауылда шабый. Хатыны айырылғаш, әзірек солғалап үрді. Ну, шул вақытта дей, салып үрдім енді дей, солам кеш білән, иртә білі айнып кетем, вітрезвітілді дей. Кеш білән салам, иртә білі айнып кетем, вітрезвітілді. 2-3 күн шулай үргәш, анда бетінде ақша түрлерге керек. Жетті деп айттым дей, магазиннан кіріп 2 арт алдым да, үйге қайттым да, ешікні бекләдім да, ішерге тұтындым дей. Иртә білі оянып кетсем, вітрезвітілді дей. Аптырадым да ойлап отырам, нешік бұлай болды екен, милициядан сұрадым енді. Әнекәш, айтәлі, мен вроде үйге 2 арты көтәріп кірдім, 2 қаты ешікні бекләп қойдым. Нешік білімді келіп әләктім дегәш, милиция айтқан. Абзай, 3-ші ярты артынан шықмасқа едіп айтты дей. Бізге әқар вақыт шылай жетмей бет енді. Міне бұл қазір сөйлесін мәзәк, язушыбыз Фәнис абай рөлінен. Біз аның білән қаржылы шырашабыз. Аның мәзәкләрін да ойнадық біз, міне бұйылғына жоғалағың мәзәгі. Шында бір кіргәш меңа сөйлеп көрсәтті, ғамел сәхнадан сөйлеп қара, бек матыр мәзәк деді. Ир білән қатын дашыға түшіп баралар, ир енді әйбірлер көтерген, қатын мармар келіп бара, ир пахмелден енді кәксі абышына. Бір заман қатынайды, қара, хайван, ана бүтін ирлер түбелерін жауып тұргенлер, ешік матур. Біздің түбе жауып тұғылап, әбірішіткі тақтасына қағылмаған, жаңғыр өте, нешеп жүрейсің? Табышламаған, бара екен. Келіп жеткендегіне қарайлар бір көрішісінің құйма башына сайысқан қонған. Хатын айты, міне қора, көрдің менде оңған ерлер бар. Іші біткешіна түбе башына сайысқан ясап қойғанды. Бұл жегенде аптыр, көкеті ясап қойған. Яқыдана келген, деп бибара, сайысқан үші да кете. Ну, вроде қайыр хатын қызға сөз қалмады бетен, бір сөзді айтырлып түгі.
Теге хатын былай дейді. Хайван, құрана, көрдің ме? Жүн ерлерінің ясап қойған сайысқанды ашып кете деп айтады. Ерінің бек ашып келген енді қазір бір күні ерте білен тұрғанда хатынын айтмешегіне сумкаға балта, шөкеш, тутыра екен. Қай барасың? Қай барасың деп бақшаға түшем. Өзің сөккенің бет. Бір шутқа қақмақшıyım бүгін. Кеше тоқталдым, дұрыс нарат тақтасы түгел, қибатырақ нарат тақтасы. Қайын тақтасы алған емішсіз деп. Малайлар айттылар, қайын тақтасына қодақ нашар кіра деп. Шуңа күрә хатының табаға салып, құмбағаш майында 2 кило қодақны жар етіп берсе, момент кіріп кете деп айттылар деген. Хатын қыз енді іш барсын үшін табаны қояды, 2 кило қодақны салады, бір жарты бутылка құмбағаш майы салады, жылтатады дегенде. Мужик шул арада спальняға кіреді. Алло, псих больница ма? Хатын дуракланды. Таң тешігінен қодақ жар етеді, келіп алыңыз деп айтты. Шунан енді кейіп ап кеткендер, тігілерге де план керек бетінде. Міне шулай хатын, қонағашы қора қаршы болады деп бітірген сөзі. Міне қазір сөйлесі мәзәк, ол өзім біле болған қал. Бек әлінде ситуацияда қалдым жамағат. Қазір Сабантойға келдік, бір ауылға, Зәй районда келдік. Бәліш пішіргенлер біз келуге, сағат ертеңгі 9-ларғын әлі, ұңған қожалар болып шықты. Бәліш қырында өзіңіз біләсіз Сабантойға бір яртыны қойғандар. Бір үмкі салдылар енді, біріні көтеріп қойдық, бәліш білә закуситті бұтырабыз. Барлар шыға бәлішінің. Тегі мала екінші үмкіні салды. Мен айтам, тағы бірінші бұл әлі Сабантойға жарағырақ. Екіншісін көтердім де, ішер алдынан татар халқын бек қызық бір мәзәк еске түсті. Сіз аны білесіз, 2 құдағы шай ішіп отыралар екен, бірсі қонаққа келген, тігісі шайын ясап бере екен, тігісі ішіп қоя екен. Тігіні алып яңадан ясы екен, яңадан бере екен. Тігісі алып біткәш тағы сола екен. Шулай айтып, 10 шаш кішірткен бұмыға. Тігісі айткен, құдағы жетті, астан жүл алай қалды екешкіне. Бізде әмет құдағы шашкінің артын көрсетмесен гіл ясашлы деген. Мен қадар шул еске түсті де, мен екінші үрімкіні іштім де, үрімкіні айландырып қойдым мен ашылай. Хожа жігіт білесің нәрсе еді. Өзінің үрімкісін іші бітірді, аузын сүрте-сүрте. Да, Ғамил абай, сен біздің доңғы сыман екен, ашап тұйғаш тоғырағын айландырып атасың екен де. Шул қатыны, неудобны болды ме? Шунасың үрімкіні айландырған жоқ. Шул келіш тұра, салалар ішіп біткіне барам, лучше. Әміне, келесі мәзәк, ол Ирак Кавказдан келген мәзәк. Уфа шәһәрінде гостиницада бір қорарақ қына бір күші шұраттық. Біз айтамыз, сен татар ма? Біз сөйлешкен аңна бұтыра, айтам, башқұрт ма? Яқ жігітлер, мен татар да түгіл, башқұрт да түгіл, мен құмық дей. Құмық деген халық бар екен Кавказда. Нәқ біздің шыман сөйлеше. Ол айтты, қорашай, құмық, һәм бұлғарлар бізде нәқ сіздің шыман сөйлешеміз дей. Жол бөлек етіп қалдырды. Мен мұн шаташына да алып бардым, бик шадаңа. Міне бұл мәзәкін өзіңіздің репертуарға кіртігіз деп сөйледі. Көз алдына кетіргіз, базар, құмық, фруктылар сата. Міне кеңіне шират да бар енді. Так, девушка, чего надо? Груша, 5 килограмм, пожалуйста. По 5 рублей, 25 рублей, пожалуйста. Девушка, вам лимон 5 штук, по 5, 25 рублей. Бір бабай келе, ветеран, медаллар таққан. Сынок, я воевал. Мне 2 килограмма апельсин дай, скидка дай, без ушер дай. Бабай, подожди. Так, сколько килограмм? Сливы, пожалуйста. Вот килограмм, пожалуйста. 30 рублей. Так, вам яблоко зеленый, красный. Сынок, я воевал, мне 2 килограмма апельсин дай, скидка дай, без ушер дай. Бабай, подожди. Вам что, лимон? Пожалуйста, 5. Сынок, я воевал, 2... Бабай! Когда ты воевал, я тебе мешал? Сколько килограмм надо делать? Тағы бір мәзәк, хәрмәт достар, мұнсы Марша білән Катя тауық саталар екен базарда. Машаның бик тауық өтмей, Катя әйбәт сата. Бір тауығы қалған холодильникта қатқан тауық, Машаға айта, міне дей, міне зәңгәрләп біткен бір тауық қалды. Міне қарап тұрды, қар шуны сатып жіберәнді. Как раз базарының тегіп шымағынан, хатыны берген записки білән бір мәхілік продукты жейіп жүре. Мужчина, келмеді, кел, иди сюда. Курицу надо. Надо курицу. Мына хатын жазған. Бір тауық деген. Холодильниктен болсын, қатқан болсын деген. Қазір бола. Теге соңғы тауығын шығарады, бесаға сала.
Пожалуйста. Қарар, сіңлем, давай сенің 350 грамм мына хатын меңа килодан артық болсын дейді. Тағы тауығың бар ма? Неше болмасын, бар. Шолық тауықны алады, холодильник катаға да кире алады, висаға салады, бармағы біле, дегенде килады бесте. Әр бұл қарап тұра бетін деймі, Маша? Вроде как бы, алдады деп. Жоқ, жамағат, бұл жолы теге мақұлық мужик бек гениальный бір сөз айтты. Қарар, сіңлем, давай, 2 тауығыңды да алам дей.